Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін американский панкейки жасайтын боламын. Құрамы өте қарапайым, үйдегі бар заттардан жасауға болады. Таза ыдысымызды алып, жұмыртқа мен қантты араластырып аламыз, көпіртіп. Блендермен араластырмасақ та, венчикпен араластырсаңыздар да болады. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып алып, үстінен жылы сүт құямын. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап қойдым. 1 чайный ложка разжигатель қосып жібересіздер. Ұнды 2-ге бөліп, мінекей, араластыратын боламыз. Мінекей, осылай жақсылап араластырамыз. Үстінен ерітілген сары майды құйып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Тестамыз осындай сұйықтықта болуы қажет. Қатты сұйық болса, сәл ұн қосып жібереміз, ал қою болса, сүт қосып жібереміз. Міне осындай болуы қажет тестаның сұйықтығы. Қызып тұрған тапаға орташа отта осылай барлығын пісіріп ала береміз. Мінекей, осы пузырькилар шыққанда аударамыз. Осы 3 минуттай тұрады. Ар жағы, уже аударған жағы тез піседі, ол уже 30-40 секундта уже дайын болады. Осындай жолмен барлығын пісіріп ала береміз. Мінекей, біздің панкейкіміз дайын. Сәндік үшін шоколад құйсаңыз да болады, құймасаңыз да өзіңіз білесіз. Дәмі өте ерекше, нәзік, дәмді, әрі тойымды. Жасап көрсеңіздер болады. Дәмін енді айта алмаймын, өте керемет болып шықты.